Айтыс ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сөз сайысы, жыр жарысы. Айтыс әдебиет жанры болғанымен, ертеден қалыптасқан халықтың дәстүрінің үлкен түрі. Айтыстың ерекшелігі: ақындар айтысында жаттама өлеңдер аз болады. Олар өлеңді табан астына шығарады, тосыннан айтысады. Мұның бәрі ақындардың сөзге жүректікті, білгірлікті, тапқырлықты, ұсталықты қажетсінумен қатар, ел-елдің шежіресін, тарихын, жер жайын, этнографиясын білуді керек етеді. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде айтыстың бірнеше түрі бар. Бәдік айтысы, жар-жар, жануар мен адамның айтысы, жұмбақ айтысы, салт айтысы, қыз бен жігіт айтысы және ақындар айтысы. Айтыс өнерін жандандыру біздің міндетіміз.